TikTok жөнінде айтып кете қояйын. TikTok, короче, ондай ғой. Мысалға бір адамдар бір видеоны салады делік те, сол видеоны қайтадан повторно салады. Или мысалға біреудің алған видеосын екінші рет салады. Сосын көп адамдар ол қателікті білмейді. Андай ғой, мысалы менің видеомды алдың, сен салдың. Содан кейін артынан өзің видео түсірдің, сол видеолар рекке атпауына бірден бір кесірін тигізетін TikTok-тың бір несін айтып кетейін. Бір жақсы жерін айтып кетейін. Енді TikTok-пен жұмыс жасайтын адамдарға. Яғни былай, мына жерде Jaguar, бүгінгі ойыннан салған батымыз Jaguar. Мына Jaguar'дың өзінде де бар бұл видео. Jaguar командасына кірейік. Яғни Jaguar командасында 2000 бір нәрсе просмотр жиналған, но Jaguar'ның өзінің аккаунтта. Яғни Jaguar бұны бірінші салды. Мен Jaguar'ға бірінші салдым бұл видеоны. 2000 просмотр жинатты. Бір, но мен енді бұны мен сіздерге түсінікті болу үшін бұл видеоны екінші рет салам. Яғни мен өзім аккаунтыма. Бұнда просмотр 223. Бұны мына енді сіздер түсіндіреді. Міне статистикаға кіресіздер, статистикаға кірген кезде көп жандар білмейді мынаны. Яғни сіздердің бана TikTok-қа салғаннан кейін видеоларыңыз осындай сары жазу жазып шығып тұрса, онда осы видеоны именно осындай сары жазуы бар видеолар барларды қараңыздар. Егер де осындай сары жазуы бар видеолар болса, онда ол видеоларды өшіруге тура келеді. Бұл видеолар келесі видеоның рекке шығуына кедергі келтіреді. Яғни рекке жібермей ұстап қала береді. Сондықтан бұл видеоны келесі видеоға кесір тимес үшін бұл видеоны мына үш не арқылы өшіріп тастайсыздар. Мына удалить. Бұл видео не болып тұр, короче, осындай несі бар, бір минустар бар. Соны біліп алыңыздар. Көптеріңіз манаға осындай да, короче, көп жандарда мынандай статистика болмауы мүмкін да даже. Мына мынандай статистика болмауы да мүмкін. Мына жерде бар. Мындай статистикалар болмауы мүмкін. Ондай жағдайда, болмаған жағдайда, онда бетесіздер мына. Мында TikTok студия дейтін бар. Мен өзіме мында жоқ. Короче, TikTok студияны жазып аласыздар, сол арқылы статистиканы ішіне кіріп қарайсыздар. Егерде қай, мысалы 20 видео салдыңыз, 20 видеоның екеуінде осындай сары жазуы бар видеолар болса, солар сіздің TikTok аккаунтыңызды рекке шығармайды. Сол себепті сол видеоларды өшіріп тастаған абзалырақ. Сондай видеоларды өшіріп тастағаннан кейін TikTok сіздермен әдемі жұмыс жасайды. Яғни видеоларыңызды рекке жібереді дедік. Сондықтан лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Тағы да бір қандай да бір информациялар болса айтып отырамын. Тек оны өтініш ұмытпаңдаршы тіркелуге. Ё-моё.